бірлік, татулық және бейбітшілік біздің мызғымас құндылықтарымыз. Оның айрықша маңызды екенін қаңтар оқиғалары кезінде айқын сезіндік. Қазір қатерлі күндер артта қалды. Сол кезде қандай қауіппен бетпе-бет келгенімізді уақыт өткен сайын ұғына түсеміз. Шын мәнінде біз мемлекеттілігімізді жоғалтып ала жаздадық. Халқымыз қаңтар қасіретінен сабақ ала білу керек. Енді ондай жағдай қайталанбау үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тиіспіз. Қазір геосаяси ахуал ушығып тұр. Жаңа сын қатерлер пайда болуда. Мұндай жағдайда еліміздің азаматтық біргелігін нығайтып, отаншылдық рухын көтеруге баса мән беруіміз керек. Бірлігіміз әр алуандықта деген басты қағидатымыз ешқашан өзгермейді. Біз жас ұрпақты нағыз отаншыл азамат етіп тәрбиелеуіміз керек.